Сәлем достар, бүгінгі тақырып бақсы балгерлерге сенесіз бе, оларға жиі барасыз ба? Сіз егер шынымен де сол бақсы балгерлерге сеніп тағдырыңызға зорға тапсыратын болсақ, өте өкінішті ақ. Бұл бақсы балгерлердің түрлері болады, шарлатандар бар, және шынымен сіздің болашағыңызды болжайтын балгерлер бар. Сіз сол бақсы балгерлерге барған кезде, сіздің болашағыңызды болжаған кезде, мысалға, сіздің бірнеше өмір жолдарыңыз болады. Ал ол бақсы балгер сіздің бірақ өмір жолыңызды көріп тұрады және оған сила береді, оған күш береді. Оны естіп алған сіз сол жолды программалап миыңызға соны құясыз. Бұл біріншіден, ал екіншіден нейрофизиологтардың зерттеуі бойынша ми 3 бөліктен тұрады. Ол ежелгі келе жатқан рептилді ми бөлігі, екінші эмоциядан тұратын лимбикалық бөлім және саналы ойлау неокортекс бөлімдерінен тұрады. Неге біз кез келген бір ситуация болған кезде ойымызға жаман ой келеді? Өйткені осы мидың орналасуына байланысты. Рептилді ми бөлігіне жақын орналасқан екінші бөлім, ол жаңағы мен айтқандай лимбикалық бөлімде бірінші қорқыныш эмоциясы рептилді миға жақын орналасқан. Одан соң барып жақсы эмоциялар, қуаныш, жақсы эмоциялар одан соң барып орналасады. Сондықтан да қорқыныш, үрей сезім келу, жаман ойлардың бірінші келу себебі осы мидың орналасуына байланысты. Сондықтан да сіз жаңағы балгерлерге барған кезде сізге негативті, жаман, үрейлі болжамдар айтқан кезде ол эмоция, қорқыныш эмоциясы бірінші жаңа рептилді миға өтіп, сіздің оны ары қарай өміріңізде орындалуына себепкер болады. Сондықтан да кеңес берер едім, бұл бақсы балгерлерге бармай-ақ, тіпті өзіңіздің түпкі санаңызбен жұмыс істеу арқылы кез келген өзіңіздің сұрақтарыңызға жауап алуға болады.